Сәлем достар, бүгін біз сәби сабынды дайындайтын боламыз. Яғни 3D формасындағы сәби сабынды дайындайтын боламыз. Ең алдымен мен каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауымды басып кетсеңіздер. Кеттік. Ең алдымен ішіндегі телпегін және де бозіңкүйін, трусыйын дайындайтын боламыз. Ақ белый менной основаны ертіп алдым. Енді розовый бояуымды ішіне қосып араластырамыз. Араластырдық. Енді біз силиконның ішін спиртпен шашып дайындап аламыз. Яғни ішінде қалып қоймау керек. Спирттің көмегімен бірінші шапкілерін жасайтын боламыз. Асықпай, аккуратно істейміз. Қазір кепкесін жан-жақтарына жағып шығатын боламыз. Осылай бір минуттай ұстап тұрамыз. Шапкасына киіп шықтым. Енді оны болсай пышақпен тіліп шығамыз. Себебі денесінің формасын қойған кезде сабының көзде жабысу үшін. Енді трусыйларына құйып шығамыз. Осылай ұстап тұрамыз. Кішкене қатқаннан кейін екінші жағына құятын боламыз. Міне қатты. Енді келесі жағын жайлы аударып, осылай келесі жағын дәл осылай сызық узорларына бүйтіп жағатын боламыз.
Міне енді біздің дұрыс үйімізге қатты. Мен оны осылай пышақпен ішін тіліп алдым, дайындап. Енді спирт шашамыз ішіне. Келесі денесін жасаймыз. Кішкене розовый қосамыз бір тамшы. Енді осыны осылай кішкене аяқтарына көпіршікті кетіру үшін үстін спиртпен шашып жібересіздер. Енді осыны қатқан көтеміз. Енді іші қатқаннан кейін ішінде 4 бүріш сыртындағысына темный розовыйды құятын боламыз. Міне біздің сәбиіміз қатты. Енді жайлап сіздерге осыны қалай алынуын көрсетемін. Аккуратно алайық. Міне бізде осындай әдемі розовый сәбиіміз пайда болды. Қандай әдемі, да? Міне осындай әдемі сәби сабындар дайындауға болады. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. Рахмет тамашалағандарыңызға.